Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Шолпандағы өмір. Осы сабақ барысында ғаламтор, энциклопедия, газет, журналдар, оқулықтардан алынған деректерді қолданамыз. Және сөйлем соңында сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерін дұрыс қолдануды үйренеміз. Сабағымызды бастамас бұрын Шолпан жұлдызы туралы мына аңызға назар аударайық. Өмір сүріпті, емшілік қабілеті болыпты. Ол бар ғұмырын ауру сырқауларды емдеп жазуға арнамақшы болады. Бірақ оның бұл ойы жүзеге аспай қалады. Өзі сұлу, өзі ақылды емші қызға жігіттердің назары ауа бастайды. Ел арасында іріткі туып, жағдай күрделене береді. Мұның бәрі өзінің сұлулығы мен ақылдылығына байланысты екенін сезген қыз елден алысқа кетіп, халыққа нұрын биіктен шашқысы келеді. Сөйтіп, таң қылаң бере ол аспанға ұшып шығып, таң жұлдызына айналады. Халық оны Шолпан жұлдызы деп атап кетеді. Иә, балалар, бұл Шолпан жұлдызы туралы аңыз. Шолпандағы өмірмен қанық бола түсу үшін келесі бейнероликке назар. Шолпан ғаламшарының екінші атауы Венера. Ол ежелгі Римнің махаббат және сұлулық құдайы болған. Шолпан күн жүйесінің ең ыстық планетасы. Оның бетіндегі температура 475 Цельсий градусқа дейін жетеді. Атмосфераның 96% көмір қышқыл газынан тұрады. Шолпан күн жүйесіндегі сағат тілі бойынша айналатын жалғыз ғаламшар. Шолпан мен жердің арасындағы қашықтық 108 миллион километр. Бұл жұлдыздың көлемі біздің планетадан 650 километрға ғана кіші. Атмосфера қысымы жерден 90 есе көп. Бұл ғаламшардың бетінде жүру мұхиттың түбінде жүргенмен бірдей. Оны жас ғаламшар деп айтуға болады. Пайда болғаны 500 миллион жылдан астам уақыт өтті. Шолпан ғаламшарында соғатын желдің жылдамдығы 725 км сағатқа дейін барады. Біз телескопты қолданбай өз көзімізбен 5 планетаны көре аламыз. Олар Меркурий, Сатурн, Юпитер және Марс. Шолпан да осы ғаламшарлардың қатарына кіреді. Шолпанға 1961 жылдан бастап 42 ғарыш кемесі жіберілді. Оның 60% ғана өз мақсатын орындады. Венера ай мен күннен кейінгі ең жарық аспан денесі. Ең көп жанартау осы ғаламшарда. Жанартаудың жалпы саны 1600-ден асады. Шолпан ғаламшарындағы бір жыл 234 тәулікке тең. Шолпанның серігі жоқ. Балалар, ғылым мен техниканың болашақта қол жеткізер табысы туралы ойларыңды ортаға салыңдар. Бұл заман білекке сенетін емес, білімге сенетін заман екенін барлығымызда білеміз. Сендердің де орталарынан ғылым тапқыш адам шығатынына сенімім мол. Олай болса, әдеби тіл нормаларына назар аударайық. Бүгінгі өтетін сабағымыз сызықша. Сызықша функцияға бай тыныс белгісі. Сызықшаның негізгі қызметтері бөлуші қызметін атқарады. Бастауыш тобындағы сөздерді баяндауыш тобындағы сөздерден бөліп көрсетеді. Мысалы, ортада отырған кісі бұл елді бұрыннан білетін жақаң. Ажыратушы қызмет атқарады. Сан есімнен болған бастауышты күрделі сан есімнен болған мүшеден ажырату қызметін атқарады. Мысалы, 125-ке бөлінеді. Жинақтаушы қызметін атқарады. Бірыңғай мүшелерден кейін келіп, өзінің алдындағы мүшелердің мағынасын жинақтап тұрған жалпылауыш сөздің алдынан қойылып, сол сөзбен бірге жинақтау, топтау қызметін атқарады. Мысалы, алпамыс, қобыланды, ерсайын бәрі де байдың жалғыз балалары. Сызықша сонымен қатар айқындаушы қызметін атқарады.
ыңғайлас, шарт мәнді, жалғаулығы түсірілген қарсы мәнді құрмалас сөйлемдерде қойылғанда, іс-әрекеттің не тез орындалғанын, не қарсы мәндес сөйлем екенін білдіреді. Мысалы, іс бітті, қу кетті. Және де ықшамдаушы қызметін атқарады. Етістік баяндауыштар түсіріліп, ойды ықшамдап берген сөйлемдерде ықшамдаушы қызмет атқарады. Мысалы, барлық жақсы балаларға. Балалар, осы тапсырманы ереже дәптерге жазып, жаттап алыңдар. Бұл сабағымыз ары қарай түсінікті бола түсу үшін жаттығумен жұмыс жасайық. Оқулықтарыңдағы 167 беттегі екінші тапсырмаға назар аударыңдар. Көрсетілген үлгі бойынша сызықша қоя отырып, сөйлемдерді өзгертіп жазыңыздар. Үлгі: Шолпан жұлдызының қозғалысы бақыланған уақыт 2006-2008 жылдар аралығы. Осылайша сызықша қоя отырып, жаттығуды аяқтаңдар. Үшінші тапсырма: ғарыш туралы қызық мәліметтерді пайдалана отырып, адамзатқа белгісіз ғаламшарлар туралы фантастикалық әңгіме жазып көріңдер. Сызықшаның қою себептерін анықтаңдар. Жаттығуды бастамас бұрын, ғарыш туралы мына қызықты мәліметке назар аударайық. Ғарыш туралы қызықты мәліметтер. Күн сәулесі жерге 8,5 минутта жетеді. Ай жерден 80 есе жеңіл. Күнге ең жақын орналасқан ғаламшар Меркурий, ал ең үлкені Юпитер. Күн жүйесіндегі ең ыстық ғаламшар Шолпан. Жерден құралсыз қарағанда көрінетін ғаламшар Уран. Меркурийдегі жарты тәулік жердегі 1 жылдан 2 есе ұзақ. Біз Андромеда галактикасының 2,3 миллион жыл бойы жүріп келген жарығын көреміз. Біздің көріп тұрғанымыз ол галактиканың 2,3 миллион жыл бұрынғы көрінісі. Балалар, тапсырманы орындап болсаңдар, алдарыңдағы номермен WhatsApp желісі арқылы кері байланыс жасаңдар. Бүгінгі сабағымызды Жүсіпбек Аймауытовтың мына өлең шумақтарымен аяқтағым келеді. Оқу білім жанған шырақ ойласаң, үйренерсің іздеп көрсең қалмасаң, қу өнерді бу беліңді жігер сал, пайдаларсың, қаужанарсың, тоймасаң. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.